Нұрболат Абдуллин. Амина Өмірзақ. Ғали Төрәлі. Мейрамбек Бесбаев. Ғали Нүсіпжан. Роза Рымбаева. Мейрамбек Бесбаев. Шақырқан дейді. Қуандық Рахым. Әлқожа. Мақпал Жүнісова. Мейрамбек Бесбаев. Қалай өткенде сол қарапайым деймін, жақсы өткен дұрыс па? Ерекше жаңалықпен, тың идеямен өткенін қалаймын және оған Жоғары деңгейде барлық қызметке лайықты деп ойлаймын. Жоғары деңгейде өту керек. Уламай, шуламай, салмақты түрде. Жоғары деңгейде өтеді. Мұғалімдердің көңіл-күйі көтеріңкі болып. Өте керемет, жан-жақты безендіруі бар, концерттік бағдарламалары бар, өте жоғары деңгейде. Концерт жасап, шоу жасап. Көп қой қазір. Концерт болғаны күшті, тиімдірек. Қуанса екен дейміз ғой, басқа не керек? Балалар өзіне ұнап жүр, барлығы бір ауыздан, оформленияларын жасап мектептің ішінде. Жай тілек айтса, соның өзі мәртебе ғой. Қолдарына келгенше ұстаздары сыйлап жатса 26. 28. 70. 29 mu? 27 болады. 23. 88. 50. 27? 18 болады. 16. 30 mu? Телевизор қарай. Өлең шығарамын және құрақ тігемін. Егі тіршілік жасаймын ғой үйде. Спорттық түрде кітаптан. Көптеген. Үйдің түрлері, былайша артқыш нәрсе істемеймін ғой. Өте қиын сұрақ. Мысалы, машина жөндеу, одан кейін ең басты менің егіншілікпен айналысу. Ізденемін, оқимын. Мен негізі әрине демалып, кішкене ұйықтаймын. Теледидар көремін. Ютубтан кино қараймыз. Кітапқа қарағанды дұрыс көремін. Оқу түрлерін тыңдап, сондайларға қатысамын. Вебинар, семинар деген сияқты. музыка тыңдаймын. Кітапхана сайын. Қасымда отырған Кенжегүл апай, бастауыш сынып мұғалімдері, және мектеп басшысы, қасымда жүрген апайлардың бәрі. Абыл ағай, Рахымжан ағай, Зарайып апай. Айсұлу апай бар. Психология кабинетінде қыздар. Ақшарды айтайын ба? Үмір апайым бар, Ұлболсын апайым бар, Гүлнар апайым, Маржан апайым, Баян апайым, Жасгүл апайым, сосын кейін Эльмир апайларым бар. Көп қой мен айта берсем Рахымжан ағайым. 100%. Айгүл апай бар, Бот апайлар бар, Гаухар апайлар, және Олжас ағайлар бар. Айгүл апайларым, Жүсіпбек Айгүл апайларым. Жасгүл апайларым, Кенжегүл апайларым, өзімен қатарлас Майра апайларым бар. Айта берсем көп қой енді. Бастауыштың бұрын мұғалімдерін ақтай берсек. Олжас Нарынбаев. Басқарады екен. Костюм шалбармен. Арсан. Жаңағы аңдардың. Бір қоянның киімі бар. Қоян. Өзінің қалауы бойынша. Нені қалайды? Соны алып. Арыстан болып, және Аяз атаның өзі болып. Чаланы тауқандардың киімі жаңағы. Базардан сатып алып, кәдімгі әртүрлі нәрселер. Аяз атаның